Құрметті әріптестер, біз сіздермен икемділік тақырыбын жалғастырамыз. Біз бүгін сіздермен баға бойынша ұсыныстың икемділігін қарастырамыз. Алдыңғы лекциядан білетіндеріңіздей, икемділік ол коэффициент. Бір айнымалы өзгерген жағдайда, екінші тәуелді айнымалы қаншалықты өзгеретінін көрсететін коэффициентті айтамыз. Біз бағаның өзгеруінен туындайтын ұсыныс көлемінің реакциясын көрсететін коэффициентті баға бойынша ұсыныстың икемділігі деп атаймыз. Оны elasticity сөзі ағылшын тілінен аударғанда икемділік деген мағынаны білдіреді. Сондықтан коэффициентті біз и әрпімен ағылшынша белгілейміз. Мұндағы p дегеніміз баға, s дегеніміз ұсыныс. Баға бойынша ұсыныс икемділігінің анықтамасы бағаның өзгеруіне ұсыныс көлемінің салыстырмалы өзгеру реакциясын көрсететін коэффициент. Бұл коэффициент келесі жолмен есептеледі. Біз ұсыныс көлемінің пайыздық өзгерісін тауар бағасының пайыздық өзгерісіне бөлеміз. Келесі мысалды қарастырайық. Белгілі бір тауар бағасы 9 теңгеден 10 теңгеге өсті деп есептейік. Нәтижесінде ұсыныс көлемі 70 данадан 80 данаға өсті. Енді коэффициентті есептейік. Біз алымында ұсыныс көлемінің пайыздық өзгерісін пропорциямен есептеп аламыз. Ол 14,2%-ға тең, ал бөлімінде тауар бағасының өзгерісін пропорциямен есептеп аламыз. Ол бізде 11,100-ге тең. Ұсыныс көлемінің пайыздық өзгерісін бағаның пайыздық өзгерісіне бөлеміз. Нәтижесінде біздің икемділік коэффициентіміздің мәні 1,127-ге тең. Егерде икемділік коэффициентінің мәні 1-ден үлкен болса, біз оны икемді ұсыныс деп атаймыз. Икемді ұсыныс дегеніміз ол ұсыныс көлемінің тауар бағасы өзгерісіне реакциясы тауар бағасының өзгерісімен салыстырғанда көбірек деген мағынаны білдіреді. Енді осы икемділік коэффициентіне қарай икемділік түрлерін атап өтейік. Егерде коэффициент мәні шексіздікке ұмтылса, ол абсолютті икемді ұсыныс. Егерде коэффициент мәні 1-ден үлкен болса, ол икемді ұсыныс. Алдыңғы шығарған мысалымызда икемді ұсыныс болды. Егерде коэффициент мәні 1-ге тең болған жағдайда, бұл бірлік икемділікті білдіреді. Коэффициент мәні 1-ден кіші икемділікті біз икемсіз ұсыныс деп атаймыз. Егерде коэффициент мәні 0-ге тең болса, ол абсолютті икемсіз ұсыныс болып табылады. Енді әрқайсының графиктерін қарастырайық. Алдымызда абсолютті икемсіз ұсыныс қисық сызығы, коэффициент мәні 0-ге тең. 0 дегеніміз ұсыныс көлемі тарапынан бағаның өзгерісіне ешқандай реакция жоқ дегенді білдіреді. Мысалы, біздің графикте тауар бағасы 4 теңгеден 5 теңгеге өсті, бірақ ұсыныс көлемі 100 дана болып сол қалпында қалды. График вертикаль түзу сызық болып табылады. Бұндай кейстер әдетте практикада өмірде жер нарығында кездеседі. Өйткені жер көлемі шектеулі және біз жер ауқымын өзгерте алмаймыз, сондықтан жердің ұсыныс көлемі вертикаль абсолютті икемсіз болып табылады. Келесі ұсыныс ол икемсіз ұсыныс қисық сызығы, коэффициент мәні 1-ден кіші болады. Бұл дегеніміз, мысалға, бізде тауар бағасы 20%-ға өскен жағдайда ұсыныс көлемінің өзгерісі, ұсыныс көлемінің өсуі бағаның өзгерісінен аз болады. Біздің мысалда ұсыныс көлемі 10%-ға артқан. Егерде 10%-ді біз 20%-ға бөлетін болсақ, бізде коэффициент мәні 0,5-ге тең болады. 1-ден кіші болады. Демек, ол икемсіз ұсыныс. Келесі ол бірлік, икемділігі 1-ге тең бірлік ұсыныс. Бұл жағдайда бізде тауар бағасының өзгерісі мен ұсыныс көлемінің өзгерісі бірдей болады. Біздің мысалда тауар бағасы 20%-ға өсті. Нәтижесінде тауардың ұсыныс көлемі 100 данадан 120 данаға, демек 20%-ға өсті. 20% бөлеміз 20%-ға, коэффициент мәні 1-ге тең болады. Келесі ол икемді ұсыныс қисық сызығы. Мұнда график сәл жазыңқы болып келеді. Және біздің мысалда тауар бағасы 20%-ға өскен жағдайда 4 теңгеден 5 теңгеге, нәтижесінде ұсыныс көлемі едәуір өсті. Икемді ұсыныс дегеніміз ұсыныс көлемінің өзгеруі бағаның өзгеруімен салыстырғанда едәуір болады.
біздің мысалда ұсыныс көлемі 50%-ға өскен, ал тауар бағасы 20%-ға өскен. Егер де біз 50-ді 20%-ға бөлетін болсақ, біздің коэффициент мәні 2,5-ке, демек бірден үлкен икемді ұсыныс болып табылады. Және келесі икемділік түрі ол абсолютті икемді ұсыныс қисық сызығы. Оның графигі горизонталь түзу сызық болып табылады. Егер де бұл әдетте сатушылар өте көп нарықта кездеседі. Және де бәрі бір бағамен өзінің кез келген өнім көлемін ұсынады. Және егер де бір тұтынушы нарықтық бағадан $4 жоғары баға ұсынған жағдайда, сол тұтынушыға фирмалар ұсынатын, сатқысы келетін тауарлар саны күрт өсіп кетеді. Сондықтан мұнда Q шексіздікке ұмтылады деп белгілейміз. Ал егер де тұтынушы жаңағы фирмалардың тауарын 4 теңгеден немесе $4 төмен бағамен сатып алғысы келген жағдайда ұсыныс 0-ге тең болады. Енді біз сіздермен осы ұсыныс икемділігіне әсер ететін факторларды қарастырайық. Бірінші фактор ол өндірушілердің тауар көлемін өндіру мүмкіндіктерін айтамыз. Мысал үшін, жағажайлар ұсынысы икемсіз болып келеді, өйткені сіздің меншігіңізде демалыс орындары бар, жағажайы бар зона болатын болса, сіз ол жердегі жағажай ауданын үлкейте алмайсыз. Сондықтан сіз ұсынатын жағажайлар ұсынысы икемсіз болып табылады. Ал егер де біз кітап немесе көлік өндірісін алатын болсақ, біз көбірек кітап басып шығара аламыз баспаханадан. Сондықтан кітап өндірісі, кітап ұсынысы икемді болып табылады. Бірақ егер де кітап пен көлік өндірісін өзара салыстыратын болсақ, көлік өндірісі және көлік ұсынысы кітап ұсынысымен салыстырғанда қысқа мерзімде икемсіз болып табылады. Өйткені көлік өндірісі ол ауқымды процесс және көбірек уақыт алатын процесс. Екінші икемділікке әсер ететін фактор ол уақыт. Қысқа мерзімде тауар өндірісі, тауар ұсынысы икемсіз болып келеді, ал ұзақ мерзімде икемді болып келеді. Себебі фирмалардың қысқа мерзімдегі тауар өндіру мүмкіндіктері шектеулі болады. Қысқа мерзімде олар көп тауар көлемін өндіру мүмкіндігі шектеулі болғандықтан ұсыныс икемсіз болады. Ал ұзақ мерзімде олар жаңа фабрика, заводтар сала алады, жаңа филиалдар аша алады, инвестиция құйып бизнесін кеңейте алады, ұзақ мерзімде көбірек өнім көлемін өндіре алады. Сондықтан ұзақ мерзімде ұсыныс икемді болып келеді.